Сәлем достар, бұл менің ауылым, туған жерім, қасиетті отаным. Осы ауылдың бақытты баласы мен Төлеміс Аян, Қостанай облысы Жангелдин ауданы Айсан Нұрманов атындағы негізгі мектебінің 8-ші сынып оқушысымын. Туған елде ел болмас, туған жерде жер болмас дегендей, ауылымызды көркейту өз қолымызда емес пе балалар? Олай болса, менде бір идея бар. Ол үшін сәл артқа шегініп, ауылымыздың тарихына шолу жасап көрейік, кеттік ендеше. Ата мекен аясы, адамның жан саясы демекші. Менің туған өлкем Көлғамыс Қабырға өзенінің бойына орналасқан. Аудан орталығына 80 шақырым қашықтықта тұрады. 1960 жылдың мамыр айында бұрынғы Амангелді колхозы, еңбек совхозы деп аталып, біздің мал шаруашылығымен айналысатын шағын ауылымыз екінші бөлімшесі болып құрылды. Ол кезде Қара Бидай поселкасы болып аталған екен. 1975 жылы Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің шоғырландыру мен топтастыру жайындағы қаулысын басшылыққа ала отырып, сол кездегі бөлімше меңгерушісі қызметінде жүрген Карбозов Кәкімжан атамыз осы ауылды Көлғамыс ауылы деп атауға ұсыныс жасайды. Өз ісінің шебері, ұйымдастыру қабілеті жоғары ісмер басшының ұсынысы бірден қабылданып, содан бері ауылымыз Көлғамыс деп аталған екен. Бұл ауыл бүгінгі Көлғамыс бөлімшесі орналасқан жер. Аубарай алтын сайынның белгілі әңгімесіндегі Қыпшақ Сейітқұлдың мекені болған жер. Сейітқұл терегінің түбінде саялап сол сырды тыңдаған ұлы ұстаз аяқ басқан жер. Бұл алғашқы коллективтендіру жылдарында Торғайдан шыққан тұңғыш медиатор, инженер, белгілі албар бөгетін салуға басшылық жасаған Айсан Нұрмановтың ата мекені. Сол бөгет бұл күнде ауданның 5-6 елді мекеніне шабындық жайылымдық болып жарылқап тұр. Менің мектебім осында ел үшін еңбек ете білген кісілердің өнегесі. Мақсатым солардың арманын жалғастыру. Қазіргі таңда Көлғамыс ауылында бір негізгі орта білім беретін Айсан Нұрманов атындағы мектеп, клуб үйі, кітапхана және медициналық пункт жұмыс жасайды. Халықтың саны 270 шамасында. Оның ішінде 11 батыр ана, 8 көп балалы отбасы. Негізі біздің ауыл мал шаруашылығымен айналысып, өздерімен қоса халал халқында ет сүт өнімдерімен қамтамасыз етіп отыр. Біздің бірнеше орден мен медалдардың иегері, облыстың құрметті азаматы, осы ауылдың негізін қалаушы Кәкімжандай атамыз бар. Сонымен қоса кәсібін дөңгелетіп, елді тұрақты жұмыспен қамтамасыз етіп отырған Манаттай ағамыз бар. Ол кісі біздің мақтанышымыз, құрмет орденінің иегері болса, осы кісілердің ізін жалғаушы Серікбол ағамыз бірінші өз еңбегімен, екінші елдің батасының арқасында еңбек даңқ орден иемденіп отыр. Мен өзім туған жерім, ата мекенім деген елдің баласы болғаныма мақтанамын. Ауылымның ертеңгі күні бұдан да әсем болғанын қалаймын. Біз ауыл балалары ауылымызды көркейтіп, таза ұстап, ағаш гүл бау-бақша егеміз. Осылайша ауылымызды кішігірім қалаға айналдырамыз. Менің идеям сондай, сендерді кіші. Ендеше кеттік, идеямызды жүзеге асырайық. Көлғамыс берекенің бесігіндей, төскейде 4 түлік мал көсілгендей, жасаған жақсылығы әмбек аян, сыйлайтын қасым демей, досым демей деп, Абылай ақын жырға қосқан құтты менің мекенім, Көлғамысым көркейе бер.